29 жастан аспаған жастарға, жоғары оқу орындары мен колледждердің түлектеріне. Жұмыс тәжірибесі жоқ, нет санатындағы жұмыссыз жастарға арналған өте керемет мүмкіндік. Бірінші жұмыс орны жобасын ұйымдастыру аясындағы ұлттық жоба сізге мамандық бойынша жұмыс табуға мүмкіндік береді. Тұрғылықты жері бойынша халықты жұмыспен қамту орталығына хабарласыңыз. Ол жерде мамандар сіз үшін бос орындарды таңдап, сізге жұмысқа тұруға жәрдемдеседі. Жобаға қатысу ұзақтығы айына жалақы бере отырып 18 айдан аспайды. Кемінде 91.890 теңге, 30 айлық есептік көрсеткіш. Кәсіби жолыңызды, кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобадан бастаңыз. Hello everyone, I'm Merve. Let's continue our lesson. And I gave your home task to do some exercises and to learn by heart new words, yes? I hope that you did all of these tasks. And let's check this task with me together. Read the questions and circle the correct words. Сіздерге айтады, сұрақты қоршаңыздар, және де дұрыс сөздерді, сұрақты оқыңыздар, кешіріңіздер, және дұрыс сөздерді қоршаңыздар. The first question was, where are Elena and Nika from? We should circle are, because there are two people. Біз балалар are'ды қоршауымыз керек, біз өйткені екі адам тұр. Next, question 2. How old is Jack? Jack, бір адам. We should circle is. Next, how long is the break? Break, тоже бізде біреу. You should circle is. Next, what time is the class? Class. Тоже біреу. Біз is'ді қоршаймыз. Next, are they nice? They, plural form. Олар деп тұр. And you should circle are. Next, who are they? Are they болғандықтан. How much is coffee? Coffee. Біреу болғандықтан is, яғни саналмайтын зат есім. Are you okay? You. You болған кезде біз әрдайым қолданамыз are. Today is our new theme about countries and nationalities. Бүгінгі біздің балалар жаңа тақырып country, яғни мемлекеттер, және nationalities, это бізде ұлттар туралы. Let's answer these questions. Мына сұрақтарға бірінші жауап бере кетейік, балалар. Жоқ, кім алдындағы? The first question is, how do you say your country in English? How do you say your country in English? Say это айту, how қалай. Сонда қалай болады? How can you translate? Yeah, it will be. Сіз ағылшын тілінде өз мемлекетіңізді қалай айтасыз? Of course, we say it's Kazakhstan. Yes. Next question. How do you say your language in English? It's Kazakh. How do you say your two countries near you in English? Олар бұл жерде айтады сіздерге жаныңызда тұрған екі мемлекетіңіздің жанында тұрған екі мемлекетті ағылшынша айтыңыз дейді. We know that we can say 5 countries near the Kazakhstan. Yes, first country is China. The second is Russia and Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan. Yes. And let's repeat these countries and nationalities after me. Кәнеки, мынаны сөздерді менен кейінмен бірге қайталап көріңіздер. Қате болып жатса, түзетіңіздер, естеріңізді сақтаңыздар. Kazakhstan, Kazakh, Japan, Japanese, Germany, German, China, Chinese, Italy, Italian, the United States, American, Russia, Russian. Енді сіздер сен қай жақтансың деп сұраған кезде білесіздер where are you from? Сен қай жақтансың? Сіз қай жақтансың? Және біз жауап береміз.
I'm from Kazakhstan. I'm from Uzbekistan. Maybe I'm from Argentina. Енді егер де сіздер басқа бір адамдарды сұрайтын болсаңыздар, мысалы қыз адамдар. Where is she from? To be етістігі және местоимение есімдіктер өзгереді. Қалған where және from өзгеріссіз қалады. Where is she from? She is from the USA. And if it is a boy, next, Kamadi. If it is a boy, we should ask, where is he from? Ол қай жақтан ұлға? You should answer, he is from Russia. If there are a lot of people, егер адамдар көп болса, we should ask, where are they from? They are from Kazakhstan. И мына жерде жақсылап тұрып назар аударыңыздар. Бұл жерде бізде егерде бір ғана зат болатын болса, жансыз зат болатын болса, біз қолданамыз is, а егерде ол зат көп немесе екі сыңарлы болатын болса, біз қолданамыз they. Жансыз заттарында да біз they қолданамыз. For example, about this mobile phone. Where is it from? It's from Russia. Maybe it's from the USA. It's from China. Yes. Next, where are they from? Аяқ киімнің екі сыңары болғандықтан, біз are they from? Where are they from? We should answer, they are from Russia. Олар Россиядан. Next. And now, speaking time. Яғни балалар, қараңыздар мына жерге. You should ask questions. Look at these pictures. The pictures was written with the numbers. Яғни сұрақтар балалар, суреттер сандармен жазылған. Соған байланысты сіздер каждый сұраққа жеке-жеке сұрақ қойып үйреніңіздер. Тоже бұл сіздердің это практика жүзінде қолдануларыңыз. The first question about Mercedes. Yes. We should ask, where is it from? Where is it from? It's from Germany. Next, picture number 2. Where are they from? They're from Russia. Неге? Өйткені балалар қараңыздар, Mercedes біреу, ал қуыршақтар мына жерде өте көп. Сондықтан да they are from. Picture number 3. There are two women, yes? Бұл жерде екі әйел адам тұр. Where are they from? They are from China. Next, about the cheese, picture number 4. Where is it from? If you don't know, you should say, I don't know. And question picture number 5. Where is it from? Тоже бізде жансыз зат. It's from, maybe it's from Italy. Енді қараңыздар мына жерде. Picture number 6 about the trainers. Кроссовкилар туралы, Тағы да екі сыңарлы. Біз қалай сұрақ қоямыз? Әрине, where are they from? Sunglasses. Бізде ол тоже көпше түрде от. Екі көз, екеу болып тұрған. Where are they from? And the last picture. Where are they from? They are from Brazil. Яғни балалар, фанаттар бізде көп, сондықтан да they are from, yes? Енді қараңыздар, look at these tasks. You should practice these questions without me. Мына сұрақтарға сіздер менсіз ақ практика жасауларыңызға болады. You should ask about Nicole Kidman, about this man, and about Shakira. Сұрақтарды қойып, тоже where is he from, where is she from? Немесе ол Аргентинадан ба? Is she from Argentina? Яғни мысалға қарап отырып, осыларға сұрақ қойыңыздар. Complete with a country or nationality. Яғни балалар, біз сіздерді мына жерде мемлекетпен немесе ұлттармен толықтыруымыз керекпіз.
For example, the first sentence is Alice is from the United States. She is American. Whiskey is Scottish. It's from Scotland. Яғни дұрыс варианттарымен сіздер толықтырасыздар. Question 3. Jan is from China. Қараңыздар, мына жерде from деп тұр, сіздерде. Жан Қытайдан деп тұр. Қытайдан. From дегенді білесіздер, наннен, дан, ден деген жауап береді. Сол кезде from тұрса, бізде мемлекет тұру керек. Ал егер to be етістігі өзі жалғыз тұратын болса, онда ол бізде ұлттарды жазуымыз керекпіз. Енді Jan is from China. He is Chinese. My friends are Polish. They are from Poland. Question or sentence 5. Sandra is from Argentina. She is Argentinian. Next. Toyota cars are Japanese. Вот, қараңыздар. Toyota машиналары жапондықтардікі. Жапондық. Яғни, так, осы жерін нетіп жүрші бе? Бас жағын нетіп жүресің, хорошо? Что-то плохтар жүрмін тоже. Toyota cars are Japanese. Яғни, бұл жерде қараңыздар. Toyota машиналары жапондық. They are from Japan. And spaghetti is from Italy. It's Italian. We are French. We are from France. She's from Russia. She's Russian. They are Spanish. They are from Spain. And now, this task. What is the words to make questions? Order деген балалар, орынына қойыңыздар. Сіздерде сөйлемдер шатасып кеткен, соны орынына қоямыз. Order the questions to make. Order the words to make questions. Your name what? Yes, it was what's your name? And sentence 2, let's do together. You know, it will the first it will be where. After we put to be. Where is she from? Next question. It is the second, third. We don't have special questions. Yes, бізде арнайы сұрақ жоқ. Are алдыға шығады. Are they from the USA деп мен қысқарта салайын. USA. Question 4. Тоже арнайы сұрақ жоқ. Are we in room 7? Question 5. Are you on holiday? The last question. Соңғы сұрақ бізде is he from Japan? And you can see the second chart. There are answers. You should match these answers with these questions. Яғни бар, екінші кестені көріп тұрсыздар. Екінші кестеде бізде мына сұрақтардың ответі. You should match. Яғни сіздерге сәйкестендіру керек бұл сұрақтарды. Where is she from? What answer is here? Let's think together. Let's match together. Yes. Where is she from? And she's from Italy, of course.
C. Yes. Answer is C. Next, are they from the USA? Yes, they are. Answer is E. Are we in room 7? Қараңыздаршы балалар, осы жерде. Біз 7-ші бөлмедеміз бе? Біз жауап береміз. No, we aren't. Answer D. Next, are you on holiday? No, I'm not. B. Is he from Japan? Yes, he is. A. When you want to ask somebody's mobile phone's number, you should ask, what's your phone number? Біреудің телефон номерін сұрағыңыз келсе, сіз сұрақ қоюыңыз керексіз. Сіздің телефон номеріңіз қандай? What's your phone number? You should begin your answer from it's. Жауабыңызды it's дегеннен бастауларыңыз керексіздер. Тағы бір айта кететін нәрсе, ағылшындықтар телефон номерларын айтқан кезде әр санды жеке-жеке айтады. Біз сияқты бұны 8-700 деп тоғымен айтпайды олар. Каждый әр санды жеке-жеке қайталайды. Бірақ егер де екі сан бірге қайталанатын болса, мысалға 2-0, 0, 2-7-7, 8-8 деген сандар болатын болса, бұны айтады бізде double, екі еселенген. Double O, яғни естеріңіз сақтаңыздар. Номерде айтқан кезде бізде 0 деген санды бізде O деп айтады ағылшындықтар. 0 дегенді бұл жерде қолданбайсыздар. O. Let's say this phone number together, and it's 870-498-7765. Яғни балалар номерді кажын жеке-жеке айттық. Яғни бірақ екі сан бірге болған кезде біз double дегенді қолдандық. Кәнеке, мына жердегі мына номерді айтайық енді. Кәнеке, 870-166-48219. Do you understand me? Түсіндіңіздер ме? And now, next task, you should answer to these questions. First question, what nationality are you? Сіз қандай ұлтсыз? Сіздің ұлтыңыз немесе қандай? You should answer, I'm Kazakh, if you're Kazakh. Or I'm Russian, мен орыспын немесе. Next question, where are you from? Сен қай жақтансың? Let's answer. I am from Kazakhstan. Next question, what is the language in your country? Сіздің мемлекетіңізде қандай тіл? It's Kazakh. Next, what's your phone number? Сіздің телефон номеріңіз қандай? Жаңағында айтқандай, мінеке, өз номерларыңызды жеке-жеке айтасыздар. Бірдей номер болса, double'ды қолданамыз. Are you on holiday? Сен демалыстасың ба? If you are on a holiday, you should answer, yes, I am. If you aren't on holiday, you should answer, no, I am not. And your homework. Be careful to do this homework. Внимательно жасаңыздар, балалар, қараңыздар, қалай жасайтындарыңызды түсіндіріп кетейін. Бұл жерде сіздерде арнайы сұрақпен сұрақ жасауларыңыз керексіздер. You should use to be. Яғни to be тістерін қолдануларыңыз керексіздер. Мінеке, біріншісінде you should make questions with these words and you should use to be. Балалар, мына жерде сіздерде үйге тапсырмада сұрақ жасаулар, сұраулы сөйлем жасауларыңыз керексіздер, және to be етістігін қолдануларыңыз керексіздер. And the first question is,
what time and this break. Break, it is only one, and we should say, what time is the break? And this question 2, 3, you should use to be and to make correct questions. Okay? Яғни балалар түбетсін қолданып отырып, жақсылап тұрып сөйлемдер құраймыз. Below these sentences, яғни осы сөйлемдердің астында, there are answers, яғни жауаптар бар балалар. You should match the questions with the answers. And the next lesson, we will check together this task. And your homework, for your homework, I always give you to learn new words. Every lesson, you should learn all of these words by heart. Балалар, дұрыстап жаттайсыздар. Өздеріңізге керек. Біріншіден, бұл жерде бізде countries. Countries это бізде мемлекеттер, балалар. Мемлекеттер бірінші қатарда тұр. The second column is nationality. Яғни екінші қатарда балалар бізде ұлттар тұр. The third column is language. Үшінші колоннада бізде ол тілдердікі. Яғни ұлттарды және мемлекеттерді, ұлттарды, тілдерді жақсылап тұрып жаттаңыздар. And country, балалар, not country or I don't know, you should say country, мемлекет, nationality, ұлт, language, тіл. I hope you will learn by heart all of these words, and I hope you will do this task. See you. Goodbye.